Онсызда ары тапталған адамға қысым көрсету қылмыс па? Алматылық келіншек 6 жасар қызын зорламақ болған күдіктінің туыстары соңымнан қалмай қорқытып жүр десе, екінші кейіпкер өзін әйелдікке алып қашып, қорлық көрсетіп жатқан кезде көмекке келмеген адамдар да жауапкершілікке тартылсын дейді. Биылғы жылдың 11 қаңтарынан бастап осы секілді қылмыстық істерге қатысты өзгерістер заң күшіне енген болатын. Яғни заң талаптары күшейді, бірақ қылмыс азайды ма? Неге онсызда баласы, қызы қорланғандарға сол зорлық ісіне қатысты күдікті немесе сотталушының жақындары қысым көрсетуін күшейтті? Алдымен аңдатпа. Елімізде 11 қаңтардан бастап жазасы күшейтілген зорлау дерегі азайды ма? Ешкім кірген жоқ, оны ұрдым, қарсылық білдірдім. Бірақ оған қарамастан зорлады. Жаңа заң талабы неге күдікті тарап туыстарының белсенділігін арттырып жатыр? Қорықпайсың ба, қорықпайсың ба деп сөйтіп қорқытып отыр да мені. И жұмыс орныма келіп шу шығарып отыр. Зәбір көргендерге күдіктінің туыстары қысым көрсетсе, оларда істі бола ма? Просто запрещать законодательно и признавать их пособниками, признавать их подстрекателями. Үндемеуге кепіл беретін қолхат жазып алу неге жиі үрдіс алды? Тергеу, сот орындары қоғамдық қорғауға неге қарсы? Қылмыстық жауапкершілікке тартамыз деген сондай бір қорқыту, үркіту. 2020 жылдың 11 қаңтарынан бастап елімізде зорлау дерегіне қатысты қылмыстық істер орташа ауыр санатынан ауыр қылмысқа ауыстырылды. Яғни соған сай жазасы да күшейтілді. Бұл бап бойынша бұрынғыдай екі тараптың ымыраға келуіне де жол жоқ. Бірақ жаңа заң талабы 11 қаңтардан бастап күшіне енгендіктен сол күнге дейін жасалған қылмыстарға ескі заңмен жаза тағайындалады. Жаңа заң күшіне енген қаңтар айында елімізде зорлау ісіне қатысты 307 қылмыстық іс тіркеліпті. Ал былтырғы жылы дәл осы уақытта қылмыстық кодекстің 120 бабы, яғни зорлау ісіне қатысты 385 іс тіркелген. Бұл дегеніңіз өткен жылмен салыстырғанда 78 іске азайған деген сөз. Жалпы 2019 жылы елімізде 120 баппен 1204 қылмыстық іс тіркелген екен. Көрсеткіш түскенімен заңмен бірге күшейген жаза сотталушылар мен күдіктілердің жақындарының да мазасын алған сыңайлы. Онсызда баласы зәбір көрген анадан кешірім сұраушылар енді қорқытып үркітуге көшіпті. Келесі материалда. Жақында Жамбыл облысында 6 жыл бойы қарындасына зорлық көрсетті деп айыпталған күдіктіге қатысты сот үкімі шықты. Жақсы жаманды толық зерделей алмайтын қыз өгей ағасының бұл әрекеті жайлы ешкімге айтпаған. Жақындары мұндай сұмдықты 13 жастағы оқушының аяғы ауыр екені білінгенде, бірақ анықтаған. Жүкті жеткіншек құрсақтағы сәбидің әкесі деп ағасын нұсқағанда барып есінен танып полицияға жүгірген анасы. Сот қаскүнемге жазасын 15 жыл қатаң режимдегі түрмеде өтеуге шешім шығарды. Қыздың көрсетпесі бойынша үйде ешкім жоқ кезде жасайтын. Әрдайым сол әрекетті қайталайтын. Бастапқыда қыз түсінбеген. Ал бұл Алматы. Жәмиланың бетін жауып дауысын өзгерттік. Қызымның болашақ үшін жүзімді көрсетпеуім керек деді ол. Айтуынша 6 жасар қызына азаматтық некедегі күйеуі Ринат Түсжанов сексуалдық сипаттағы зорлық көрсеткен. Немалчи қозғалысына жүгінуінің арқасында күдікті жылдам қолға түсіп, сол шешіммен түрмеге қамалған. Бірақ сотталушының туыстары кешірім беруімді сұрап, мазамды алды, енді қорқытып жүр дейді. Сен қорықпайсың ба деп сөйтіп қорқытып отыр да мені. И жұмыс орныма келіп шу шығарып отыр. Сен қазір бізбен сөйлеспесең, мен мына жерде бәріне айтып беремін, мен сеніңді, позорым шығарам деген дейді отыр. Жәмиланың сөзінше күдіктінің туыстары оның қылмыс жасағанына сенбей жала жаптың дейтін көрінеді. Бірақ бір қылмыстық эпизодтың үстінен өзі түсіп, көзі жеткен келіншек сараптама қорытындылары сотта күдіктінің кінәсін толық дәлелдеп, бостандығынан айырды деп отыр. Қазір сериал көретін мән бермейді деп ойладым ма, білмеймін. А мен уже тым-тырыс болғаннан кейін бұлар не істеп отыр, неге тығылып алды деп бүйтіп қараған кезде уже сол үстінен түсіп отырмын. Сонда ол уже бала жестке уже реагирует. Уже бүйтіп көрсеткенге, значит, ол бірінші рет істемей тұр. Өйткені бала қайдан біледі, мужской анандай орын ол
көрмеген. 20 жастағы бұл бойжеткеннің де жүзін жасырдық. Зорлықтың құрбаны болған қыздың өтінішімен. Айтуынша 2019 жылдың 3 желтоқсаны күні сабағына шығып жеңгесімен көлік тоқтатып тұрған бойжеткенді бір топ белгісіз азаматтар алып қашқан. Өз танымайтын адамға тұрмысқа шыға алмайтынын айтқанда туысының үйіне апарып зорлап, артынша өз еркіммен келдім деген қолхат жазғызып алды дейді жәбірленуші. Түнгі сағат 1-2 жобасында маған сөйтті олар, ана бала. Зорлық жасады ма? Иә. Түнгі сағат 1-2 мен көмекке адамдарды шақырдым. Ешкім кірген жоқ, оны ұрдым, қарсылық білдірдім. Яғни маған қылмыс жасалып жатқанда маған көмекке келмей, көмекке шақырған дауысымды естіген қаншама адамның да осы қылмысқа қатысы бар дейді жәбірленуші. Бірақ басқа түгілі жәбірленушінің арызы негізінде қамауға алынған азамат та кепілмен босап шығыпты. Енді туыстарымен бірге кешірім беруін өтініп, қыз оқитын оқу орнына барып, үйін жағалап, мазасын алып жүрген көрінеді. Жәбірленушінің қорғаушысы адам ұрлағанымен қоймай, оның арын қорлағандарды кешіре салу қалыпты жағдайға айналып кетпесе деп алаңдайды. Себебі құзырлы орган қызметкерлері де мұндай жағдайға қылмыс ретінде қарамайды дейді ол. Полиция қызметкерлері, сот болсын, прокуратура болсын, олар өзара келісіп кетеді ғой. Өзара келісіп кеткенше мүмкіндік бермеу керек. Адам ұрлап отыр бұл жерде. Бізге өздері қолдан жасап береді мүмкіндікті. Мүмкін сен жаңағыдай үйіне барсаң кешіретін шығар, сен мынандай амалдарды жасап көрсей. Қорлық көрген қыздар мен балалардың құқын қорғаумен айналысатын Немалчы KZ қозғалысының жетекшісі Дина Таңсәрі де зорлық дерегіне қатысты істерде күдікті саналатын тараптың туыстарының жәбірленушілерге қысым жасауы жиілегенін айтады. Онсыз да тағдырына налып, кез келген сөз жанына қатты бататын жәбірленушіге қысым тоқтамаса, оның арты өкінішті жағдаймен аяқталады деп алаңдайды. Сондықтан күдікті тараптың туыстары жәбірленушілерге маза бермесе, нақты жаза тағайындалуы тиіс дейді ол. Давление, оно не... Жәбірленушілерге қарсы тараптың туыстары жағынан жасалынатын қысым күшейгені былай тұрсын, ол бір арсыз әрекетіне айналып барады. Зорлау ісіне айыпты адамның жақындары өз беттерін көрсетіп, ақпарат құралдарына шығып, айғайға басуға ұялмайтын болды. Олар қысым көрсетуін қоймаса, қамауға алыну керек. Өйткені олар қылмыс жасаушыны қолдап жүр. Жаңа жылдың басталғаны кеше, бірақ балаларға қатысты көрсеткішке қараудың өзі қорқынышты. Құқықтық статистика және арна есепке алу жөніндегі комитетінің мәліметінше, тек қаңтар айында ғана қылмыстық кодекстің 122 бабы бойынша 149 іс тіркеліпті. 149 баланың тағдыры туралы есеп бұл. Ол бап 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекеттер жасау қылмысы. 2019 жылы бұл қылмыс бойынша 406 іс тіркелсе, тек биылғы бір айда сол қылмыстың жартысына жуығы жасалған. Жаңа жылдан соң жазасы күшейтілген тағы бір бап бойынша, яғни 124 бап жас балаға азғындық әрекеттер жасау қылмысы бойынша қаңтар айында елімізде 51 іс тіркелген. 2019 жылдың 12 айында мұндай 131 іс тіркелген екен. Неге бұл цифрларға айрықша тоқталып отырмын? Бұл осыншама баланың тағдырын үлкендер қорғылды деген сөз. Қорғылған аздай сот айыпты деп таныған адамдардың туыстарының жәбірленушілерге қоқан-лоққы жасауын қалай түсінеміз? Ал қорғаушылар мен жәбірленушілерге ауыз бастырғы жасайтын қандай қолхат? Ол құжатты міндеттеп жазып алғызу кімге керек? Қорлық көрген қыздардың қорғаушыларын да қорғау керек пе? Ал қызымыз бен ұлымызды қалай қорғаймыз? Бұл құрылтайшысы құқық қорғау, қарулы күштер қауіпсіздік органы ардагерлерінен тұратын республикалық қоғамдық бірлестік ұйымдастырып жүрген шаралардың бірі. Мұнда қыз балалар кез келген жерде аяқ асты өзіне тап берген азаматтан қалай құтылудың әдіс айласы мен техникасын үйреніп жүр. Әйел азаматтарға зорлықшылардың туыстары жағынан психологиялық күш қоқанлық көрсетілген жағдайларға біздің қоғамдық бірлестікке көмек сұрап, осындай көмекпен еткен азаматтар бар. 3 бағытта жұмыс істейтін ұйым зорлық-зомбылық көрген әйелдерге тактикадан өзге тегін заңгерлік кеңес беретін арнайы сайтты да іске қосыпты. Сондай-ақ олардың мәселесін талқылайтын халықаралық деңгейдегі мамандардың басын қосып, арнайы жиындар өткізуді қолға алған. Қазақстан әлемде қазір 14 пен 17 жас арасындағы жасөспірім қыздардың арасындағы суицидтен бірінші орында тұрған екен. Негізі бірінші орында бұл негізі суицидтің алғашқы несі
алғашқы жыныстық қатынастан басталады екен. Немалчи қозғалысының жетекшісі де зорлық көріп өз үйіміне шағымданған 26 қыздың 15-і суицидке барған, 2 бойжеткеннің қайтыс болғанын айтады. Олардың басым бөлігі қылмыстық іс қозғалғаннан кейінгі қысымдарға шыдай алмады дейді. Ал қазір тергеу, сот процестері кезінде жәбірленушілерден де, қорғаушылардан да іс барысындағы бірде-бір жағдайды еш жерге жарияламау туралы қолхат алу үрдіске айналды дейді ол. Не озвучить, допустим, интимную часть дела. Әрине, қылмыстық істің интимдік тұстарын ешкім онсыз да жария жасамайды. Бірақ мысалы сот процесі кезінде жауап қалынып тұрған жәбірленуші қорғаушылардың қатал сауалын көтере алмай құлап қалса, жедел жәрдем алып кетсе, оны да айтуымызға болмайды екен. Егер тергеу кезінде, сот процесі кезінде заң бұзушылықтар болса, оны айта алмаса, ол өзін қалай қорғайды? Біздің қолымызда байлап тастады. Қоғамдық қорғаушыны алаңдатқан жайттың астарында не жатыр? Бұл расында да қорғауға мұқтаж азаматты азаматтық қорғаудан айыру деген сөз. Қалай десекте әлеуметтік желіге жарияланып, ақпарат құралдарында шығатын қоғамдық резонанс тудыратын істер азаматтық бақылауда болады. Тергеу заңы бұзылса, тергеу кезінде жәбірленуші тараптың құқы бұзылса, қоғамға ашық айтып шығу арқылы құқын қорғай алатын еді. Тергеушілер үндемес қолхатын жазғызып аларда. Қазақстан Республикасының қылмыстық процестік кодексіндегі 201-ші бапты алға тартады. Бұл бап баяғыдан күші бар қаулы. Тек қазір бұл талап неге белсенді қолданысқа енгізіліп отыр? Жариялылық кімге жақпай жатыр? 201-ші бапта сотқа дейінгі тергеп тексеру деректерін жария етуге жол бермеу туралы заң талап жазылған. Бірақ үндемей отыр деген сөз жоқ. Заңгерлердің қолын байлап, жәбірленушілердің аузын буған заң талабын айналып өтуге бола ма? Заңгер Камиша Есмұхамбет қызының пікірін тыңдасақ. 201 бапқа сәйкес, егер сен айтатын болсаң, қылмыстық жауапкершілікке тартамыз деген сондай бір қорқыту, үркіту және қоқан-лоққы ретінде мен өзіме солай сезіледі. Сондықтан айтайын дегенім, біздің 201 бапқа кішкене өзгеріс енгізуіміз керек. Себебі адамдардың сөз бостандығы деген бар. Ол сөз бостандығы құрметтелуі тиіс. Заңмен бекітілген нәрсені қарама-қайшы болмау керек. Бүгінгі кейіпкерімнің бірінің 6 жасар қызым мама ұйықтататын дәрі ішіп жатайыншы, қорқамын дегені әлі құлағымнан кетпей тұр. Ал бүлдіршінді ұйқысынан айырған адамның ісі қаралып жатқан тергеу процесі кезінде күдіктінің қорғаушысы Қаршадай қызға қандай сұрақ қойғанын айтайын ба? 6 жасар қызға анасының көңілдесі қол жүгірткенін айттым. Сол Қаршадай балақайға күдіктінің қорғаушысы саған сол істеп жатқан нәрсең ұнады ма сол кезде деп сұрапты. Мұндай сұрақ қою үшін кім болуымыз керек? Ал осындай сұмдықтар болып жатқан тергеу, сот процестері кезінде онсыз да ары тапталған жәбірленушінің құқы тапталып жатса, оны жария ете алмаса, ол расында да өз құқын қалай қорғайды? Дина Таңсәрі қорғауындағы бір бойжеткеннің бір күнде 4 мәрте өз-өзіне қол жұмсамақ болғанын айтты. Бұл деректі күдікті туысын қорғап, жәбірленушіден кешірім сұрап жағалап жүргендер естісе екен. Бүгінгі айтпағым осы. Аман болыңыздар.